Негізі бастауыш сыныптың оқушыларының ең үлкен проблемасы ол көбейту кестесін жаттау. Өте көп ата-аналар балаларына көбейту кестесін жаттатқан кезде қиналып жаттатқыза алмай жүреді. Бүгін сіздерге сол көбейту кестесін есте сақтаудың бір тәсілін көрсетемін. Сіздер мұқият қарап тыңдаңыздар. Бүгін сандарды 9-ға көбейтуді үйренеміз. Мысалы, 3-ті 9-ға көбейтеміз. Алдымен жазып аламыз. 3 көбейтілген 9 тен жазып шетке қойып қоямыз. Енді балаңыз 10 саусағын ашуы керек. 3-ті 9-ға көбейтеміз. Сол жақтан, міндетті түрде сол жақтан, сол қолымыздан бастауымыз керек. 1, 2, 3. Қай санға көбейтеміз? Сол санды санап алуымыз керек. 1, 2, 3. Енді осы 3-ші саусақты жасырып қоямыз. Қараңыздар. Осыны жасырып қойған кезде бізде қалған саусақтарымыз қалады. Енді санап аламыз. 1 және 2. 2 деген санды мына жерге жазып аламыз. 2. Енді дәл жаңағы қалпымызға келіп, қалған саусақтарымызды санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Яғни 7. Енді жанына аламыз да жазамыз. 7 саны деп. Яғни бізде жауабы 27 шығады. Дәл осы 10 саусағымыз арқылы балалар осы 9 санын кез келген цифрға көбейте алады. Мысалы, тағы тексеріп көрейік. Енді 7-ні 9-ға көбейтеміз. Тен қанша болады екен? 10 саусағымызды қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына 7-ші саусақты тық қоямыз. Сол кезде 1, 2, 3. 3 саусақ қалды. Басын санаймыз. Яғни бұл жерде ашық қалған саусақтарды ғана санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 деп жазып аламыз. Енді 1, 2, 3. Жауабы бізде 63. Әр санаған кезде жазып отырудың қажеті жоқ. Баланың ойы бөлініп кетеді. Сондықтан бала жай ғана басына үйреніп, оған түсіндіріп көрсету үшін осылай жасап көріңіздер. Кез келген санды көбейтейік. 5, 9-ды 5-ке көбейтеміз. Дәл осы тәсілді қолданамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Мынаны тық қоямыз. Яғни ашық саусақтарды санаймыз енді. 1, 2, 3, 4. 4, яғни 4 қалды. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай қатарынан жазып қойдық дейік. Яғни бізде жауабы 45 шығады. Оп-оңай тәсіл, енді балаларыңызбен осыны жасап көріңіздер. Негізі балаларға ұзақ жаттатудың қажеті жоқ. Негізгі мағынасын түсіндіріп, оның оңай жолдарын көрсетіп жүрсеңіздер, балаларыңыз қиналмай естерінде сақтап қалады. Бүгін көрсетілген тәсілді өз балаңызбен үйреніп, жасап көріңіздер. Өздеріңіздің нәтижелеріңізбен және әсерлеріңізбен төменде комментарийде бөлісіп кетіңіз.